Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиет екінші сабақ. Керқұл атты Кендебай ертегісі, Кендебайдың өмірге келуі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы шағын көлемді үзіндіні мәнерлеп оқу және кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып баға беру. 5 сынып әдеби оқулығымызда 6 бетінде бізде әдебиет терминдерін көптеп ұсынған болатын. Біз сол терминдердің барлығын жатқа біліп, оқу жыл басында көркем шығармаларды талдау негізінде әдеби терминдерді пайдаланып үйренуіміз керек. Сол себепті де бүгін мен сендерге 3 әдеби терминмен таныстырамын. Шығарманың кейіпкері дегеніміз не? Ол көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, яғни әдеби образ. Балалар, кез келген оқылатын шығармамыздағы ішіндегі адамдар, ата-әжелер, ағасы, баласы және жылқысы, иттің атауы, құстың атауы барлығы да шығарма кейіпкерлеріне жатады. Шығарманың қаһарманы. Көркем шығармада жан-жақты толық суреттелетін негізгі тұлға. Яғни, кез келген шығармада басты образдағы адам болады. Яғни, ол батыр болуы мүмкін, не хан болуы мүмкін. Осындай қаһарман, батыр адамдарды біз шығарманың қаһарманы деп атаймыз. Одан кейінгі термин біздерде әдеби жанр деп аталады. Әдеби жанр дегеніміз ауызша және жазбаша жазылған көркем шығармалардың түрі. Балалар, біз оқитын шығармалардың көпшілігі 2 жанрға бөлінеді. Олар ауызша және жазбаша. Шығармалар жанры және мазмұнына, құрылысына, композициясына және түріне қарай анықталады. Ендеше біздің өтіп жатқан көркем шығармамыз ол Керқұл атты Кендебай. Керқұл атты Кендебай ертегісінің жанры ертегі болып табылады. Негізгі бөлімдегі жанр бойынша бұл ауызша жанр. Себебі бізге ауызба-ауыз тарап келген шығарма. Керқұл атты Кендебай шығармасының авторы халық деп аламыз. Яғни, бұл шығарманы белгілі бір адам отырып жазған жоқ. Халықтың бірінің аузынан біріне айтып, естуі арқылы келген шығарма болған соң, шығарманың негізгі авторы халық деп алынады. Керқұл атты Кендебай шығармасы арқылы біз білуіміз керек теориялар. Олар шығарманың сюжетін білуіміз керек, шығармадағы өрбу кезеңдерін анықтауымыз керек, және пролог пен эпилогты анықтауымыз тиіс. Сол себепті мен сендерден сұрағым келіп отырғаны пролог. Пролог дегеніміз не? Алдағы сабақта біз азғана сілтеме жасап, пролог пен эпилогтың не екенін білген болатынбыз. Ендеше бүгінгі сабағымызда біз Керқұл атты Кендебай ертегісінің прологын табатын боламыз. Пролог деген сөз басы дедік. Ендеше біздің ертегіміздің басы қалай басталып тұр? Ертеде ешкі құйрығы келтеде деп басталып тұр балалар. Одан кейін пролог не дейді? Негізгі сюжетке дейінгі оқиға дейді. Яғни негізгі сюжетке дейінгі оқиғалар біздің ертегіміздегі негізгі сюжетіміз Кендебайдың өмірге келуі. Не себепті біз негізгі сюжетті Кендебайдың өмірге келуі деп аламыз? Себебі Кендебай ертегідегі басты қаһарман.
Ендеше Кендебайдың өмірге келуіне дейін қандай оқиғалар орын алған екен? Оған дейін Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедейдің болғаны, сол Қазанғаптың құс атып, балық аулап, күн көргені, оның әйелі ау тоқып, жамау жамағаны туралы оқиғаларды сипаттап айтып отыр. Демек, балалар, біздің ертегідегі прологымыз ертеде деп басталғаннан бастап, осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті деген жерге дейін пролог болып табылады. Келесі термин біздерде эпилог. Эпилог дегеніміз не? Соңғы сөз. Енді балалар қараңдаршы, мынау бізде алдарыңа берілген мәтін ертегіміздің ең соңы қалай аяқталатынын сендерге қырқып әкеліп қойдым. Ертегі қалай аяқталып тұр? Кендебай тұрғанда елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп бұл ел Керқұлатты Кендебай батырдың елі деп атанып кетеді дейді. Эпилог дегеніміз соңғы сөз. Және де басты қаһарманның одан арғы хәл күйінен қысқаша мәлімет беру. Бізге ертегіміз қысқаша мәлімет беріп тұр. Кендебай тұрған кезде ол елге ешкім тисе алмаған. Сол себепті де бұл жерде бұл ел Керқұлатты Кендебай батырдың елі деп аталды деп бізге басты қаһарманның хал ауқатынан, яғни соның жағдайынан қысқаша мәлімет беріп, соңғы сөзімізді жазып тұр. Міне, осы біздерде эпилог болып табылады. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың басты мақсаты көркем шығармадағы қысқаша үзіндіні мәнерлеп оқуды үйрену. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Кендебайдың өмірге келуі. Осы бөлімді бірге мәнерлеп оқиық. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өсіпті. 6 күнде күліпті, 60 күнде жүріпті. 6 жылда алып жігіт болыпты. Сондай күшті болыпты. Алысқанын алып ұрыпты. Күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз өзі тартып шығара беріпті. Аң аулап, әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан атыпты. Құралайды көзінен тигізген мерген болыпты. Арқар мен киікті, құлан мен маралды мая-мая үйіп тастапты. Қарасудың бойындағы жыртық үйлі кедейлер қарық болыпты да қалыпты. Күндерде бір күн Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстай алып, бұлғап лақтырып кеп жіберіпті. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып, өліпті де қалыпты. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алыпты. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтыпты. Оны құланның сүтімен асырапты. Енді мына тапсырманы біз WhatsApp желісі арқылы кері байланыспен орындайық. Ал келесі тапсырма, яғни Керқұлатты Кендебай ертегісін талдау тапсырмасын үй жұмысы ретінде беремін.